Сәлем достар, сіздермен биылғы наурыз көжемнің рецептімен бөлісейін. Бірінші етті салып астын қосып қоямыз. Менде мұнда тары, інжу арпа, яғни перловка және күріш. Ет қайнай бергенде бетіндегі көбігін алып тастаймыз, бірнеше рет қайталауға болады. Дәнді дақылдарымызды жақсылап жуып, ыстық суға салып қойдым. Ет піскен соң оны алып тастаймыз да, дайындап қойған қоспаларымызды саламыз. Ендігі кезекте астын ең қаттыға қойдым. Тұздап, етті турап алып, оны да қосып жібердім. Жарты сағаттай ғана пісіріп, өшіріп тастадым. Суыған соң артынан айран қостым. Жалпы дәнді дақылдармен бірге кеспе салсаңыздар да өте дәмді шығады. Әр адам өз талғамына сай пісіреді. Наурыз көжені тек қана наурыз мейрамында ғана емес, жалпы кез келген уақытта дайындап іше беруге болады. Тоңазытқышта сақтайсыз, керек кезде жылытып іше бересіз. Бұл асқазанға өте пайдалы, жеңіл және тоқтық сезімін береді. Астарыңыз дәмді болсын.